Төртінші патшалықтар, 19 тарау. Ezekия патша осыларды естігенде қатты күйзеліп көйлегінің өңірін айыра жыртты. Үстіне азалы киім киіп, жаратқан иенің киелі үйіне кіріп, оған сыйынды. Содан кейін патша сарай басқарушысы Елиакимге, хатшысы Себнаға және аға діни қызметкерлерге азалы киім кигізіп, оларды Амос ұлы Ишая пайғамбарға жіберді. Олар пайғамбарға мына сәлемді жеткізді: Ezekия сізге былай дейді: бүгінгі күн біз үшін азапқа, балағатқа, масқараға толы күн болып тұр. Толғатып отырғанымен баласын тууға тым әлсіз әйелдей бейшара күйдеміз. Ассур патшасы мәңгі тірі Құдайды қорлауға өзінің бас уәзірін жіберді. Мүмкін Құдайыңыз, жаратқан ие, осы сөздерді естіген соң Ассур патшасын айтқандары үшін сөгіп ескертер. Сондықтан халықтың әлі де тірі қалғандары үшін жаратқан иеге мінәжат етіңізші. Ezekия патшаның нөкерлері оның сәлемін Ишаяға алып келгеннен кейін пайғамбар оларға былай деп жауап берді: тақсыр иелеріңе былай деңдер: жаратқан ие мынаны айтады: Ассур патшасының нөкерлерінің мені балағаттап айтқан сөздеріне бола қорықпа. Біліп ал, мен оған үрейін ұшыратын рухты дарытамын. Сонда ол бір суық хабар естіп, еліне қайтып кетеді. Оны өз елінде семсердің жүзімен өлтіремін. Осы аралықта ассурлық бас уәзір Ассур патшасының Лахыштан кеткенін біліп алды. Содан ол кері қайтып патшаны Либна қаласына қарсы соғысып жатқан жерінен тапты. Сол кезде Ассур патшасына: құштық патша Тирах сізге қарсы соғысуға аттанып келе жатыр деген хабар жетті. Мұны естіген Ассур патшасы Ezekияға қайтадан елшілерін жіберіп, оларға мына тапсырманы берді: Яхуда патшасы Ezekияға былай деңдер: өзің үміт артқан Құдайыңның сені Иерусалим Ассур патшасының қолына берілмейтін болады деп алдауына жол берме. Ассур патшаларының барлық елдерге не істегенін естідің. Оларды толығымен жойылуға бағыштады ғой. Ендеше сен аман қалар ма екенсің? Әлде мына халықтардың тәңірлері, Ғозанның, Харанның, Ресефтің әрі Тел-Ассардағы Еденнің тәңірлері сол елдерді құтқарып қалды ма? Оларды менің аталарым құртқан жоқ па? Хамат пен Арпаттың патшалары, Сепар Уайым қаласының, Ена мен Ибахтың патшалары қайда екен? Ezekия елшілерін алып келген хатын алып оқып шыққаннан кейін жаратқан иенің киелі үйіне өрлеп барды. Сол жерде ол хатты жаратқан иенің алдына жайып салды. Содан Ezekия жаратқан иеге дұға етіп былай деді: Уа Исраилдің Құдайы жаратқан ие, керуб мүсіндерінің үстіндегі тағыңда отырған сен, жер бетіндегі күллі патшалықтардың үстінен қарайтын жалғыз Құдайсың. Көк пен жерді жаратқан да сенсің. О жаратқан ие, құлақ асып тыңдай көр. Уа иеміз, көз салып назар аудара көр. Сеннахиримнің сені мәңгі тірі Құдайы балағаттап айтқан сөздеріне құлақ салшы. Уа жаратқан ие, Ассур патшаларының сол халықтарды құртып, жерлерін қаңыратып бос қалдырғандары, олардың табынған тәңірлерін өртеп жібергендері рас. Алайда солар шынайы Құдай емес, адам қолынан шыққан ағаш, тас мүсіндер ғана. Сондықтан да ассурлықтар оларды құртып жібере алды. Ал енді, уа Құдайымыз жаратқан ие, бізді сол адамның қолынан құтқара көр. О жаратқан ие, сонда бүкіл дүниенің патшалықтары жалғыз сенің шынайы Құдай екеніңді білетін болады. Амос ұлы Ишая пайғамбар сол кезде Ezekияға мына хабарды жіберді: Исраилдің Құдайы жаратқан ие мынаны айтады: сенің маған Ассур патшасы Сеннахирим жайлы еткен дұғаңа құлақ салдым. Мен жаратқан ие
оған қарсы мына сөзді айттым: маған бағышталған Сион қаласы сені менсінбей келекелеп отыр. Иерусалим қаласы қашып кетіп бара жатқан сені мазақтап басын шайқады. Сен кімді мазақтап балағаттадың? Кімді дауыстап қорлап, кімге паңдана қарап тұрдың? Соны білесің бе? Маған Израилдің киелі құдайына қарсы солай істеп тұрсың. Сен елшілерің арқылы мені, жасаған иені балағаттап тағы былай деп паңдана мақтандың. Мен көптеген соғыс күймелеріммен таулардың зәулім бастарына, тіпті Ливанның ең алшақ баурайларына көтерілдім. Оның ең биік деген самырсын, ең таңдаулы қарағай ағаштарын шауып құлаттым. Ең қиыр түкпіріндегі елді мекеніне әрі қарай ормандарының ең қалың түбіне дейін жеттім. Бөтен елдерде құдық қазып, сусын іштім. Басқан табаныммен Мысырдың барлық өзендерін құрғатамын деп те көкідің. Сен осының барлығын менің бұрыннан-ақ дайындап қойғанымды естімеп пе едің? Енді мен соны жүзеге асырдым. Содан да сен бекіністі қалалардың талқанын шығара алдың. Осы себептен де сол елдердің халықтары дәрменсіз болып, абдырап масқараға қалды. Олар даладағы отты шөп әрі жас өскін секілді нәзік үй төбесіндегі өсіп шықпай жатып, күннің аптабынан солып қалатын шөпке ұқсас болды. Ал сенің өзің туралы қайда тұрып, қашан жолға шығып, қашан қайтып келіп, не істейтініңді мен жақсы білемін. Маған өршелене қарсы шыққаныңды да білемін. Сенің сол өршелене қарсы шыққаның әрі тәкаппарлығың құлағыма шалынды. Соңына бола мен енді мұрныңа мұрындық, аузыңа ауыздық саламын. Қай жолмен келген болсаң, сол жолмен сені өз жағыңа қайтарамын. Ей Ezekия, не болайын деп жатқанының белгісі мынау болады. Биыл былтырғы шашылып қалған масақ дәндерінен өсіп шыққан астықпен күн көріп күнелтесіңдер. Келесі жылы да өздігінен өсіп шыққанды азық қыласыңдар. Бірақ одан кейінгі жылы тұқым сеуіп, астық орасыңдар. Жүзімдіктер отырғызып, жемістерін жинап жейтін боласыңдар. Яхуда елінде тірі қалғандарың қайтадан терең тамыр жайып, өсіп өнетін боласыңдар. Себебі халқымның құтқарылып, тірі қалғандары Иерусалимдегі Сион тауынан өсіп шығатын болады. Әлемнің иесі бұларды қайрат жігерімен іске асырады. Сондықтан жаратқан иенің Ассур патшасы туралы айтқаны мынау: ол бұл қалаға кірмейді, оған бірде-бір жебе атпайтын да болады. Жасақшылары қалқан ұстап оған жақындамайды. Тас топырақтан үймек жасап, қамалынан өтпейді. Ассур патшасы қай жолмен келсе, сол жолмен кері қайтып, осы қалаға кірмейтін болады. Мен жаратқан ие осыны нық айтамын. Себебі мен осы қаланы өзім үшін және адал қызметшім Дәуіт үшін қорғап құтқарамын. Сол түні ақ жаратқан иенің періштесі ассурлық әскер қосына барып, ондағы 185 000 адамды қырып кетті. Таң ата, тірі қалғандары тұрып қараса, солардың бәрінің өліктері жатыр екен. Сонда Ассур патшасы Сеннахерим жолға шығып, еліне кері қайтып, астанасы Ниневиде тұрып қалды. Бірде Сеннахерим Нисрох есімді жалған тәңірінің ғибадатханасында құлшылық етіп тұрған кезде, оның ұлдары Адрам Мәлік пен Сәресер оны семсермен шауып өлтірді. Содан екеуі Арарат еліне қашып кетті. Сеннахеримнің басқа ұлы Асардан әкесінің орнын басып патша болды. Патшалықтар туралы 4-ші жазба, 20-шы тарау. Сол күндері Ezekия қатты науқастанып, өлім аузында жатты. Амос ұлы Ишая пайғамбар оған келіп былай деді: жаратқан ие мынаны айтады: үй ішіңе соңғы өсиеттеріңді беріп, істеріңді аяқта. Себебі бұл аурудан жазылмай қайтыс боласың.
Содан Езекия бетін қабырғаға қарай бұрып, жаратқан иеге сыйынып: «Уа, жаратқан ие, сенің көз алдыңда ізгі жолмен жүріп, шын жүректен әділ істер істеп келгенімді ескере көрші», деді. Мұнан кейін Езекия қатты жылады. Ишая пайғамбар Езекияның қасынан кетіп, сарайдың ортаңғы ауласынан шықпай жатып, жаратқан ие оған сөзін арнап былай деді: «Қайтып барып, халқымның көсемі Езекияға былай де: түп атаң Дәуіттің құдайы жаратқан ие саған мынаны айтады: сенің мінәжатыңды естіп, көз жасыңды көрдім, біліп қой, мен сені ауруыңнан сауықтырамын. Үшінші күні жаратқан иенің киелі үйіне көтеріліп бара алатын боласың. Сенің өміріңе тағы 15 жыл қосамын. Мен өзіңді және мына қаланы Ассур патшасының қолынан құтқарып, қаланы өзім үшін және адал қызметшім Дәуіт үшін қорғап қаламын». Ишая бұдан кейін патшаның қызметкерлеріне: «Інжір жемістерінен шелпек алып келіңдер», деп тапсырды. Олар соны шиқанның үстіне қойғаннан кейін патша айығып кетті. Осы екі арада Езекия Ишаядан: «Жаратқан иенің мені сауықтыратыны жайлы алдын ала беретін ғажап белгісі не болады? Үшінші күні жаратқан иенің киелі үйіне көтеріліп бара алатынымды қалай біле аламын?» деп сұраған еді. Сонда Ишая оған: «Жаратқан ие өзінің уәде еткенін іске асыратындығының саған арнаған белгісі мынау болмақ. Өзің айтшы, баспалдаққа түсіп тұрған көлеңке 10 қадам алға жылжысын ба, әлде 10 қадам артқа жылжысын ба?» деді. Езекия: «Көлеңкенің алға 10 қадам жылжуы еш ғажап емес. Ол 10 қадам артқа жылжысын», деп өтінді. Ишая пайғамбар дауыстап жаратқан иеге сыйынғанда, көлеңке шынымен Ахаз патша салғызған баспалдақтың үстімен 10 қадам кері жылжыды. Сол кездері Бабыл патшасы Баладан ұлы Меродах Баладан Езекияның қатты ауырып қалғаны туралы естіп, оған сәлем хаттары мен сыйлығын жіберді. Езекия келген Бабылдық елшілерді жылы қабылдап, оларға өзінің бүкіл қазына қоймаларын, ондағы алтын күмісін, дәмдеуіштер мен құнды исмайларын, тіпті қару-жарақ қоймасында түгелдей көрсетті. Езекияның өз сарайы мен барлық патшалығында оларға көрсетпеген бағалы заттары қалмады. Кейін Ишая пайғамбар Езекия патшаның алдына барып, оған: «Ана адамдар не деді? Олар қайдан келді?» деген сауал қойды. Езекия: «Олар алыстағы елден келді, сонау Бабылдан», деді. Пайғамбар: «Олар сарайыңыздан не көрді?» деп сұрағанда, Езекия: «Менің сарайымда не бар, соның бәрін көрді. Менің қазына қоймаларымда оларға көрсетпеген ештеңем қалған жоқ», деп жауап берді. Сонда Ишая Езекияға былай деді: «Енді жаратқан иенің сөзін тыңдаңыз. Өз сарайыңдағы бар нәрсенің, ата-бабаларының осы кезге дейін жиған тергендерінің барлығы да Бабылға әкетілетін күн туады. Мұнда ештеңе қалмайтын болады», деп нық айтады жаратқан ие. «Өзіңнен тарайтын ұрпақтарының кейбіреулері де сол елге әкетіледі. Бабылдықтар оларды белінен айырып, азбанқұл қылып, Бабыл патшасының сарай қызметшілері етіп қояды». Сонда Езекия Ишаяға: «Сіз жеткізген жаратқан иенің сөзі жөн екен», деді. Өйткені ол: «Әйтсе де менің тірі кезімде тыныштық пен аман есендік болады», деп ойлады. Езекияның қалған барлық істері мен қажыр қайраты, оның тоған жасап, тауды тесіп өткен үңгір жол арқылы,
Гихон қайнар көзінен Иерусалим қаласының ішіне су ағызып әкелгені туралы Яхуда патшаларының жылнамалары кітабында баяндалған. Изекия көз жұмып, ата-бабаларының қасына жөнелгенде, оның ұлы Манаса орнын басып патша болды. 4-ші патшалықтар, 21-ші тарау. Манаса патша болған кезде жасы 12-де еді. Ол Иерусалимде 55 жыл билік жүргізді. Оның шешесінің есімі Хепсиба болатын. Манаса жаратқан иеге жек көрінішті істер істеп жүрді. Осылайша ол жаратқан ие ежелде Израиль халқының алдынан елден қуып шыққан халықтардың жексұрын дәстүрлеріне еліктеді. Манаса әкесі Ezekия кезінде қиратып тастаған биіктеу жерлердегі табыну орындарын қайтадан салды. Солтүстік Израилдің бұрынғы патшасы Ахаб істегендей, Манаса да бағалға арнап құрбандық орындарын тұрғызып, Ашераға бағышталған ағаш бағаналарын орнатты. Сонымен қатар, ол аспан денелерінің бүкіл тобына иіліп, құлшылық етіп жүрді. Жаратқан ие өзінің киелі үйі туралы, мен Иерусалимде өз есімімді орнатамын деген болса да, Манаса жаратқан иенің сол киелі үйінде жалған тәңірлерге арнап құрбандық үстелдерін тұрғызды. Әрі оның екі ауласында күллі аспан денелеріне бағышталған құрбандық үстелдерін орнатты. Манаса тіпті өз ұлдарын жалған тәңірге арнап отқа өртеп құрбан етті. Патша балгерлікпен және сиқыршылықпен де айналысып, аруақтарды шақырушылар мен өзге де сәуегейлерден ақыл кеңес сұрап отырды. Ол жаратқан иеге жек көрінішті көптеген істер істеп, оның қаһарын өршітті. Манаса өзі жасатып алған Ашераның ағаш бағанасын тіпті киелі үйдің ішіне апарып, сонда орнатып қойды. Ал осы киелі үй туралы жаратқан ие Дәуітке және оның ұлы Сүлейменге былай деген болатын: мен Израилдің барлық руларының ішінен таңдап алған қалам Иерусалимдегі осы киелі үйде өз есімімді тұрақты орнатпақпын. Егер Израиль халқы менің өздеріне қызметшім Мұса арқылы тапсырған Таурат заңымды толығымен ұстанып, берген барлық бұйрықтарымды мұқият орындап жүрсе, онда мен ата-бабаларына табыстаған осы елден оларды ешқашан аластатпаймын. Бірақ халық тыңдамай қойды. Манаса оларды теріс жолға тайдырып жіберді. Олардың арам қылықтары ежелде жаратқан ие өздерінің ата-бабаларының алдарынан жойып жіберген азғын халықтардың жасағандарынан да бетер болды. Содан жаратқан ие өзіне қызмет еткен пайғамбарлары арқылы халықты сақтандырып былай деді: Яхуда патшасы Манасаның жасаған жексұрын күнәлары өзінен бұрын осы елде тұрған аморлықтардан да асып кетті. Манаса Яхуданың халқын жалған тәңірлердің мүсіндеріне табындырып, күнәға батырды. Сол себепті Израилдің құдайы жаратқан ие мынаны айтады: мен Иерусалим қаласы мен Яхуда елін ғаламат пәлеге душар етемін. Сол туралы естіген адамның үрейі ұшып, құлағы шыңылдайтын болады. Мен Самарияны және Ахаптың әулетін шынайы бағалап, әділдікпен соттағаным іспетті. Енді Иерусалимді де солай шынайы бағалап, әділдікпен соттаймын. Жұрттың табақты сүртіп, төңкеріп қоятындай, мен де Иерусалимдегі халықты түгелдей сыпырып тастаймын. Мен меншікті халқымнан тірі қалғандарын тастап кетіп, жауларының қолдарына тапсырамын. Барлық дұшпандары оларды тонап, олжалап алып кететін болады. Себебі өз халқым маған жек көрінішті істер істеп, ата-бабалары Мысырдан көшіп шыққан күннен бастап, күні бүгінге дейін менің қаһарымды туғызып келеді. Осылай Манаса Яхуда халқын жаратқан иеге жек көрінішті істер істеуге еліктіріп, күнәға батқан еді. Бұған қоса, Манасаның жазықсыздан жазықсыз төккен қанының көп болғаны сонша, Иерусалим бұ шетінен о шетіне дейін қанға толғандай болды.
Манасаның қалған барлық іс-әрекеттері туралы және оның жасаған күнәлары туралы Яхуда патшаларының жылнамалары кітабында баяндалған. Манаса көз жұмып, ата-бабаларының қасына жөнелгенде, мәйіті өзінің сарайының Ұзза бағы деген аталатын бағындағы қабірге қойылды. Манасаның ұлы Амон орнын басып патша болды. Амон патша болған кезде жасы 22-де еді. Ол Иерусалимде 2 жыл билік жүргізді. Оның шешесінің аты жөні Жотбалық Харус қызы Мешулемет болатын. Амон әкесі Манаса істегендей жаратқан иеге жек көрінішті істер істеді. Амон толығымен әкесінің теріс жолымен жүріп, әкесі табынған жалған тәңірлердің мүсіндеріне өзі де иіліп құлшылық етіп жүрді. Осылайша Амон өзінің ата-бабалары сыйынған құдайы жаратқан иені елемей тастап кетіп, оның ізгі жолымен жүруден бас тартты. Ақырында нөкерлері Амонға қарсы сөз байласып, оны өз сарайында өлтірді. Ал елдің халқы Амон патшаға қастандық жасағандардың бәрінің көздерін құртып, Амонның орнына оның ұлы Жосияны патша етіп қойды. Амонның қалған іс-әрекеттері туралы Яхуда патшаларының жылнамалары кітабында баяндалған. Оның мәйіті Ұзза бағындағы өзінің қабіріне қойылды. Амонның ұлы Жосия орын басып патша болды. Патшалықтар туралы 4-ші жазба, 22-ші тарау. Жосия патша болған кезде жасы 8-де еді. Ол Иерусалимде 31 жыл билік жүргізді. Оның шешесінің аты жөні Босқаттық Адаях қызы Едида болды. Жосия жаратқан еге ұнамды, әділ істер істеп, толығымен түп атасы Дәуіттің жолымен жүрді, және мұнысынан не оңға, не солға таймады. Жосия патшалық құрған 18-ші жылы өзінің Шафан есімді хатшысын жаратқан иенің киелі үйіне жіберді. Шафан Мешуламның немересі Асалияхтың ұлы болатын. Патша оған мына тапсырманы берді. Бас діни қызметкер Хелкияға барда, халық жаратқан иенің киелі үйіне сый тарту ретінде әкелген және қақпа сақшылары жинап тапсырған күмісті санап шықсын деп айт. Жиналған күміс жаратқан иенің ғибадатханасындағы жөндеу жұмыстарын басқаратындарға табысталсын. Бұлар одан ғимараттарды жөндеп жатқан жұмысшыларға, ағаш ұсталарына, құрылысшылар мен тас қалаушыларға жалақыларын төлесін. Олар сондай-ақ қаржының бір бөлігін ғибадатхананы жөндеуге қажетті ағаш және қашалған тас сатып алуға да жұмсасын. Қолдарына берілген сол қаржы жайында олардан есеп талап етудің керегі жоқ, себебі олар міндеттерін адал атқарады. Кейін бас діни қызметкер Хелкия Шафан хатшыға: мен жаратқан иенің киелі үйінен Таурат кітабын тауып алдым, деп хабарлап, кітапты Шафанға берді. Ал ол кітапты оқып шықты. Шафан хатшы патшаның алдына барып, сіздің қызметкерлеріңіз ғибадатханада сақталған күмісті шығарып, жаратқан иенің киелі үйіндегі жөндеу жұмыстарын басқаратындарға тапсырды, деп баяндады. Шафан сөзін жалғастырып: діни қызметкер Хелкия маған бір шиыршық кітапты табыстады, деді. Сонда ол кітапты патша алдында дауыстап оқи бастады. Патша кітаптың мазмұнын естігенде қатты қайғырып, көйлегінің өңірін айыра жыртты. Содан ол діни қызметкер Хелкияға, Шафан ұлы Ахиқамға, Микая ұлы Ахборға, хатшысы Шафанға және бас уәзірі Асаяққа былай деп әмір етті: менің атымнан, халықтың және бүкіл Яхуда елінің атынан барып,
табылған кітапта жазылған сөздер жөнінде жаратқан иенің еркін сұрап біліп келіңдер. Аталарымыз осы кітаптың сөздерін орындамады. Онда тапсырылғандардың бәрін істемеді. Сондықтан да жаратқан иенің лаулаған қаһары бізге қарсы лап етуде. Сонда діни қызметкер Хелкия және Ахиқам, Ахбор, Шафан, Асаях барлығы Олдама пайғамбарға барды. Олдама киім қоймасының басқарушысы Шалумның әйелі еді. Шалум Тоқаттың ұлы Хасыраның немересі болды. Пайғамбар Иерусалимнің 2-ші ауданында тұрып жатты. Жіберілгендер Олдаманың алдына келіп, оған патшаның айтқандарын жеткізді. Олдама оларға жауап беріп былай деді: Исраилдің Құдайы жаратқан иенің хабары мынау. Сіздерді маған жіберген адамға былай деңіздер: жаратқан ие мынаны айтады: біліп қой, мен осы жерге және оның тұрғындарына пәле жіберемін. Яхуда патшасы оқыған кітапта айтылған жазалардың барлығын олардың бастарына түсіремін. Себебі олар мені елемей тастап кетті, әрі бөгде тәңірлерге хош иісті заттар түтетіп, өз қолдарымен жасаған тәңір мүсіндеріне табынып, әдейі менің ашуымды туғызды. Менің қаһарым осы елге қарсы лаулап тұр, ол енді еш сөнбейді. Дегенмен, сіздерді жаратқан иеден сұрауға жіберген Яхуда патшасына тағы былай деңіздер: Исраилдің Құдайы жаратқан ие сіз жаңа естіген сөздер туралы мынаны айтады: сен менің осы жерге және оның тұрғындарына ел қаңырап бос қалады, ал оның халқын басқалар балағаттап қарғайтын болады деп шығарған үкімімді естігенде жүрегіңді қасарыстырмадың, керісінше маған мойынсұндың. Қатты қайғырып киімдеріңнің өңірін айыра жыртып, менің алдымда көз жасыңды төктің. Сондықтан мен саған құлақ салдым. Сонымен жаратқан ие былай деп шешті: біліп қой, сол үшін мен сені уақыты келгенде ата-бабаларының қасына аттандырып, мәйітіңнің қабірге құрметпен қойылуына жағдай жасаймын. Осылай сен мен осы жерге жіберетін Осылай сен мен осы жерге жіберетін күллі пәлелерді көрмейсің. Елшілер патшаға қайтып келіп, осы хабарды жеткізді.